Міне әлем чемпионаты енді бір қыза түскендей. Екінші тур ойындар аяқталды, өте қызық өтті. Не бір жұлдызды ойыншылар дубль жасап тастады. Мәселен, Месси бастап берді, ары қарай Мбаппе, Холланд. Ал дубль жасаудан нүктені кеше Криштиану Өзбекстанға қарсы ойында нүктесін қойды. Енді үшінші тур ойындар бұдан да қызық өтеді, себебі кейбір құрамалар бірінші орынмен шыққысы келеді, кейбір құрамалар плей-оффқа өткісі келеді дегендей жан беріп қан төгіп ойнайтын ойындар көп болмақ. Мәселен, орталық ойын үшінші турдағы Норвегия және Франция құрамаларының арасында өтеді. Бұлар бірінші орын үшін таласады. Осылардың жағдайына ұқсас Колумбия және Португалия арасындағы ойын болмақ. Қалай ойлайсыздар, Португалия Колумбияны жеңе ала ма? Пікір жазыңыздар. Португалияға ешқандай тең есеп жарамайды, өйткені олар тең ойнап қалған жағдайда бірінші орын бәрібір Колумбия шығатын болады.